Баршаңызға қайырлы күн. Мен сіздермен бүгін тауық етінен жасалған пирогтың рецептімен бөлісемін. Бөлме температурасында тұрған майды саламыз. Қаймақ саламыз. Тұз саламыз. Нан содасын саламыз. Араластырамыз. Енді ұн салып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырды холодильникке 15 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Тауықтың төс етін ұсақтап тураймыз. Енді картопты ұсақтап тураймыз. Енді пиязды ұсақтап тураймыз. Енді үстіне тұз, бұрыш салып араластырамыз. Не салмасы дайын. Енді қамырды екіге бөлеміз. Bir жағын сәл кішілеу қыламыз. Үлкен жағын жаямыз. Кішкене ұн сеуіп жаямыз. Айналасына май жағылған ыдысқа, менде ыдыстың диаметрі 24 см, осы ыдысқа қамырымызды жайып саламыз. Енді міне жайып салдым, енді ортасына салмасын саламыз. Жаямыз. Енді салмасының үстіне кішкене сары майдан саламыз. Кішкене. Мен екінші бөлігін жайып алдым, кішкене қамырды. Үстіне жаямыз. Енді екі жағын біріктіреміз. Енді үстінен әрбір жерінен кесіп
былай кесіп қоямыз әрбір жерінен. Үстіне жұмыртқа жағамыз. Үстіне кунжут себеміз. Енді мұны қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Міне пирог пісті, енді ыдысқа түсіріп аламыз. Енді мен сіздерге пирогты кесіп көрсетейін. Міне, ортасында болып шығады. Қамыры жұп-жұмсақ. Міне. Егер сіздерге осы видео ұнаса, лайк басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.